Суфизм поэзиясының негізін қалаушы, барлық шығыс мұсылмандарының рухани тәлімгері және діни жетекшісі, ақын, ойшыл, ғұлама Қожа Ахмет Яссауидің туғанына 930 жыл. Қожа Ахмет Яссауи халық арасында әзірет, яғни Хазірет сұлтан атымен танымал. Қожа Ахмет Яссауидің арғы тегі қожалар әулеті. Әкесі Исфиджабта даңқы бөленген әулие. Әзірет әлінің ұрпағы шейх Ибрахим. Анасы Мұса шейхтің қызы Аиша, шын есімі Қарашаш. Кейбір деректерде Қожа Ахмет Яссауидің Ибрахим атты ұлы мен Гаухар Хошназ, шын есімі Жаухар Шахназ атты қызының болғандығы айтылады. Қожа Ахмет Яссауидің ұрпағы негізінен осы қызынан тарайды. 9 ғасырда Отырар, Исфиджаб, Баласұғын, Ясы, Сауран, Сығанақ, Шаш, Сүткент, Чент, Кудур, Отлук, Өскент тағы да басқалар Мауераннахр қалаларында ислам діні уағызшыларының белсенді әрекеттері саяси сипат алған болса, 10 ғасырдан бастап ислам ілімі жолындағы тәлім-тәрбиелік ордалар, медресе-текелер түбегейлі орнығып, исламдық руханияттық, ахлаки, моральдық ұстанымдар қалыптаса бастады. Қожа Ахмет Яссауи дүниеге келмей тұрып, Исфиджабта исламдық құқық мектебі, Ханафи мәзһабының оңдаған өкілдері өмір сүрді. Яссауи ілім осы саяси, әлеуметтік, тарихи шарттарға байланысты қалыптасты. Қожа Ахмет Яссауи ұстаздарының көшбасшысы Арыстан Баб. Қожа Ахмет Яссауидің алғашқы шәкірті Арыстан Бабтың ұлы Мансұр. Екінші шәкірті Саид ата Хорезми. Үшінші шәкірті Сүлейман Бақырғани. Осылардың ішіндегі ең көрнектісі Бақырғани. Тағы бір танымал шәкірттерінің бірі Мұхаммед Данышменди Сопы Қожа Ахмет Яссауидің Миратул-Кулуб атты мұрасын хатқа түсірген болатын. Оның бүгінгі ұрпаққа жеткен көлемді шығармасы Диуани Хикмет. Хикмат жинақ деген мағынаны береді. Бұл шығарма алғаш рет 1878 жылы жеке кітап болып басылып шығады. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған архитектуралық ғимарат. Қожа Ахмет Яссауи дүние салғаннан кейін халықтың көп жиылуымен өзіне арнап соғылған кішкене мазарға жерленеді. 1396 жылы Орта Азияның билеушісі Ақсақ Темір Қожа Ахмет Яссауидің ескі мазарының орнына жаңа кесене салу жайлы бұйрық берген болатын. Орта ғасырларда бой көтерген ең керемет сәулет өнерінің бірі саналатын аталмыш кесенеде қазақтың 21 ханы жерленген деседі. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі аса үлкен порталды күмбезді құрылыс. Оның ені 46,5, ұзындығы 65 метрді құрайды.